Так, Энби Нұрлыбек, Абылхайыр. Позиді білем, Тілеужан. Және де Ақжол. Молодец. Жаттап алдым, рахмет. Бә қатты дайындалдым. Именно мен бүгінгі история жоқ осы десе. Абылдың атын жаттау оңай да, Абылхайыр. Энби Нұрлыбек, енді біз дуэт кездескеннен кейін білемін, Хози тоже білемін, Тілеужан екен. Дейді да. И мен жаңағы осының алдында түнде, короче, сендердің тиктоктарыңды изучать еттім да. Прямой эфирде отырыңдар. Братан, түнгі үште тиктокты көрдім. Сәл сүйсініп па? Жоқ, ана прямой эфирді қараймын. Шын есімдерің қандай дейтін неме бар да, бір отрывок бар екен. Сол кезде Энби айтады, мен Нұрлыбекпін, Тілеужан, Абылхайыр дейді. И Ай десе, Ай тұрады, мен Айкамын дейді, короче. Мен айтамын, шын атың қалай деймін ғой, короче. Қайтадан, мен Айкамын дейді. Бля, брат, комментарийді қараймын, прикинь, сендердің жаңағы көрермендерің, LP-лар ғой. Атын жазбайды ғой, Айдың. Сосын мен тұрдым да, так, аты кім болуы мүмкін? Сөйтіп, жаңа кездескенге сұрастырып алдым, Ақжол деп. Сосын барып, памятім жақсы менің айтуым, шүкір. Атқа дейін памятті осы шайын арқылы иметіп алдым, реттеп алдым. А в целом өмірде мен негізі ат жаттауға өте қиын болатын маған.